Пайғамбарларға уажып болған 6 нәрсе. Бірінші шындық, сыдық. Пайғамбарлар ешқашан неғылмаған, өтірік айтпаған. Пайғамбарлар өтірік айтпайды. Өйткені Аллаху Субхану ва Тааланың сөзін жеткізеді. Мені Расулым шындықты айтады деп, Аллаху Субхану ва Таала пайғамбарларды шындықты айтады, шыншыл болуы. Екіншіне амана. Аманатқа ешқашан қиянат қылмайды. Өйткені өте үлкен аманатты ол кісілерге жүктеді. Бұл Құран аманаты, дін аманаты, аспандар менен жер, таулар көтеруден қорққан аманатты пайғамбарларға жүктеді. Сондықтан екінші біле тұрған нәрсеміз оларға тиісті болған нәрсе ол аманат. Сыдық, шындық, аманат. Үшінші таблиғ, дінді жеткізу. Пайғамбарлар келген нәрсені ешқашан жасырып қоймайды. Олар жеткізеді. Алланың үкімін жеткізеді. Аллаху Субхану ва Таала оларға ол үкімді өздеріне орындатады бірінші. Сыдық болса, екінші аманат. Үшінші таблиғ. Төртіншіне фатана. Фатана деген сөз өте ақылды болады, дана болады. Тартыста ешқашан жеңілмейді. Құран-ы Кәрімді оқитын болсақ, Ибрахим алейхиссалам менен Намрудың тартысқанын, Муса алейхиссалам мен Фирауның тартысқанын көреміз. Бұл жерде ешқашан пайғамбарлар жадал тартыста, айтыста жеңілмеген. Намруз мен Ибрахим алейхиссалам тартысқанда Намруз айтты, залим айтты, мен де Раббияллази юхи ва юмит, Раббим өлтіреді, тірілтеді дегенде Намруз айтты, мен де өлтірем, мен де тірілтем деді. Сонда Ибрахим алейхиссалам айтты, Раббим күнді шығыстан шығарып батыстан батырады. Әгер сен Құдай болсаң, күнді батыстан шығарып шығыстан батыр дегенде, ва бухиталлази кафар, кафір болғанын аузына құм құйылды. Бұл фатана, пайғамбарларға уажып болған нәрсе. Бесінші исма, күнәдан пәк болады. Пайғамбарлар адам жиркене тұрған нәрсені істемейді. Мүмкін пайғамбарлар қателеседі, Аллаху Субхану ва Таала бірден олардың қатесін туырлап қояды. Ал Муса алейхиссаламның адам өлтіріп қою, ол пайғамбарлықтан алдын деді. Пайғамбар болған кезде де мүмкін пенде қателеседі, бірақ Аллах Таала олар деп қояды, тура жолға салып қояды. Өйткені бір ғана қателеспей тұрған, бір ғана Раббіміз Аллаху Субхану ва Таала. Екінші, қателестірмейтін ол пайғамбарлар исма, күнәдан пәк. Үшінші, сондықтан біз ижмаға еруіміз керек. Топ ижмаға еруіміз керек. Сонда ғана біз адаспаймыз. Бір адамға еріп болмайды. Қателеспейтін Алла, Расулды қателестірмейді. Үшінші ижма, ғалымдар, топ. Бұл исма болса, алтыншы, құрметті бауырларым, рижал. Пайғамбарлар ер кісі болады. Пайғамбарлар әйел болмайды. Аллаху Субхану ва Таала елшілерді өздеріне не қылды? Расул. Құран-ы Кәрімде аяттар бар. Біз сенен алдын уахи қылсақ кімге? Ол ер кісіге уахи қылдық деген аяттар бар. Осы алтын нәрсе пайғамбарлардың әрбірінің бойында болу. Шындық, аманат, таблиғ жеткізу, фатана ақылды болу, исма күнәдан пәк болу, рижал ер кісі болу. Осының қарама қайсысы алтын нәрсе пайғамбарлардың бойында болуы мүмкін емес. Өтірік айтуы, аманатқа қиянат қылуы, келген дінді жасырып қоюы, аңқау, ақмақ болуы, күнәһкар болуы, әйел кісі болуы, бұл ешқашан мүмкін емес. Мынау нәрсе уажып болса, тиісті болса, мынауы болуы, осының қарама қайсының болуы тіпті мүмкін емес. Ол нәрсе не болады? Мұстахил болады.